Баршаңызға сәлем достар. Шайды көп ішетін елдер арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды-солды шай іше беру денсаулыққа зиян. Жүкті әйелдердің шай ішпегені дұрыс. Өйткені шай құрамында кофеин іштегі ұрықтың дамуына кері әсер етеді. Әр нәрсенің пайдасы мен зияны болатын секілді, шайдың да зияны бар. Алайда, шай белгілі бір уақыттарда ішуге болмайтын кездерінде зиянын тигізеді. Достар, видеоның соңына дейін қарап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше шайды қай кезде ішуге болмайды, соған тоқталайық. Аш қарынға шай ішпеңіз. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайды өте ыстық кезінде ішуге болмайды. Ыстық шай ауыз бен жұтқыншақты, ас қорыту жолдарын күйдіреді. Шайдың температурасы 56 градустан жоғары болмауы керек. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа өте зиян. Егер түн уақыты болса, шай құрамында кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа апаруы мүмкін. Суып қалған шайды ішпеңіз. Ондай шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына әкеледі. Дәрі-дәрмек қабылдаған кезде шай ішуші болмаңыз. Себебі шай құрамындағы заттар ыдырағанда пайда болатын таниннің әсерінен дәрі сіңімділігі төмендеп өз күшін жояды. Тұрып қалған шайды ішуге болмайды. Негізінде шай демдеген соң 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттарымен қышқылдану процесін басталады. Хош иісті және пайдалы заттар жарамсыз болып қалады. Қайта-қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны көп. Алғаш рет демдегенде шайдағы пайдалы заттардың 50%-ға жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30, үшінші ретте 20, одан кейінгісінде 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Шайды көп мөлшерде ішуге болмайды. Әсіресе қара шайды көп ішу ағзаға зиян. Күнделікті қалыпты мөлшері ащы емес шайдың 4-5 шыны аяғынан аспауы тиіс. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Тамақ пен шайдың арасы 30 минуттан кем болмауы тиіс. Өйткені шай құрамындағы танин мен протеин тағам сіңімділігін төмендетеді. Достар, шай туралы ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Сіз өзіңіз шайды қаншалықты жиі тұтынасыз?